Сәлеметсіңдер ме, екінші сынып оқушылары? Здравствуйте, ребята! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің оқу құрал жабдығым. Тема сегодняшнего урока – мои учебные принадлежности. Ең алдымен жаңа сөздермен танысып, оларды жаттап алайық. Для начала познакомимся с новыми словами и выучим их. Қаламсауыт, пенал, күнделік, дневник, ұштағыш, точилка, ескі, старый, жаңа, новый, қалың, толстый, жұқа, тонкий, бояу, краска. Тағы бір қайталайық. Қаламсауыт, күнделік, ұштағыш, ескі, жаңа, қалың, жұқа, бояу. Ал енді балалар, суреттің көмегімен сөйлемді толықтырып оқиық. А теперь мы должны дополнить предложение с помощью картин. На картинке у нас книга. Менің кітабым қалың. Моя книга толстая. На следующей картинке точилка. Сенің ұштағышың жаңа. Твоя точилка новая. На этой картинке ластик. Оның өшіргіші ескі. Его пластик старый. На этой картинке тетрадь. Әлібектің дәптері жұқа. Тетрадь Алибека тонкая. На этой картинке пенал. Әнелдің қаламсауыты әдемі. Пенал Анель красивый. А на этой картинке дневник. Аннаның күнделігі таза. Дневник Анны чистый. Ал енді суреттерді пайдаланып, сөйлемдер құрайық. Мы должны составить предложение по картинкам. По первой картинке это ластик Саши. Бұл Сашаның өшіргіші. По следующей картинке это тетрадь Алибека. Бұл Әлібектің дәптері. По третьей картинке пенал Айсулу. Бұл Айсулудың қаламсауыты. По четвертой картинке точилка Анели. Бұл Анельдің ұштағышы. И по последней картинке это краска Анны. Бұл Аннаның бояуы. Тағы бір оқып шығайық. Бұл Сашаның өшіргіші. Бұл Әлібектің дәптері. Бұл Айсулудың қаламсауыты. Бұл Әнелдің ұштағышы. Бұл Аннаның бояуы. Ал енді мен сөзін ол сөзіне ауыстырып сөйлемдерді оқиық. А теперь, ребята, мы должны заменить слово «мен» со словом «ол». То есть должны эти предложения составить в третьем лице. Сначала прочитаем. Мен мектепке барамын. Мектепке дәптер, кітап, күнделік, қаламсауыт апарамын. Қаламсауытқа қалам, қарындаш, ұштағыш, өшіргіш саламын. Я иду в школу. В школу я буду нести тетрадь, книгу, дневник и пенал. В пенал положу ручку, карандаш, ластик и точилку. Теперь составим в третьем лице.
Ол мектепке барады. Он идет в школу. Мектепке дәптер, кітап, күнделік, қаламсауыт апарады. Он несет в школу тетрадь, книгу, дневник и пенал. Қаламсауытқа қалам, қарындаш, ұштағыш, өшіргіш салады. В пенал ложит ручку, карандаш, точилку и ластик. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.